Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен бірге бүгінгі күні хит болған өте нәзік, өзіндік ерекше дәмі бар меренговый рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жұмыртқамыздың ақ уызына шым-шым тұз салып, көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Бұл жердегі ең маңыздысы біздің ыдысымыз өте құрғақ болуы керек, және де жұмыртқамыздың ақ уызының бөлме температурасында жылы болғаны дұрыс. Сол кезде біз сахарный пудра салған кезде жұмыртқамыздың ақ уызының ішінде тез еріп, воздушный масса пайда болады. Ақ уызымыз көпіріп көтеріліп келе жатқан кезде сахарный пудрамызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Біздің массамыз қатты бір келкі өз-өзін ұстай алатындай болғанша араластырамыз. Біздің массамыздың дайын болғанын ыдысымызды төңкеріп көру арқылы тексеріп көреміз. Дайын массамызға лимонный кислота мен крахмал салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Крахмал салмаса да болады, бірақ егер біз крахмал салатын болсақ, онда біздің меренгамыз өте иілгіш, тыңдағыш, ораған кезде сынбай тез оралатын болады. Дайын массамызды противенге салып, бір тегіс етіп, жайып шығамыз. Мен меренганы 100 градуста 20-25 минут пісіріп алдым. Біздің меренгамызды духовканың ішінде ұзақ ұстаудың да керегі жоқ. Себебі меренга духовканың ішінде ұзақ болса, онда құрғап, кеуіп, ораған кезде сынып кетуі мүмкін. Меренгамызды духовкаға жіберіп, кремін әзірлейміз. Алдымен творожный сырымыз бен сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде маңыздысы творожный сырды алдымен араластырып алған дұрыс. Себебі біз сливкиді құйған кезде кремнің арасында творожный сырымыз іртік болып жүрмейді. Сливкимізді құямыз. Мен фисташковый паста қостым. Біздің меренгамыз бен фисташковый паста қосылған креміміз бір-біріне өте тамаша үйлесетін болады. Егер сіздерде фисташковый паста болмаса, қоспасаңыздар да болады. Дайын болған креміміздің жартысын бетін әрлеу үшін алып қалдым. Мұздаған, салқындаған меренгамызға кремімізді салып, бір тегіс етіп, жайып шығамыз. Кремімізді тегістеп аламыз. Рулетімізді ораймыз. Біздің рулетіміз дайын. Өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Дайын болған рулетті холодильникке 2-3 сағатқа қойып қойған дұрыс. Егер рецептім ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.